Сәлем достар, Акылёк ТВ YouTube каналына қош келдіңдер. Ақан шешші, бізде қазір YouTube канал. Давай, сәлем десуіңіз керек дегендей. Сәлем достар, бірге каналға қош келдіңдер. Я достар, бізде YouTube каналға қош келдіңдер. Достар, дәл қазір Ақан екеуміз, Ақан не жасаймыз, қалай ойлайсың? Кішкентай бургер. Үлкен бургер, достар. Дәл қазір біз Ақан екеуміз үлкен бургер жасайтын боламыз. Және де кішкентай. Және де достар, міндетті түрде дәл қазір лайк басып, бізге тіркелуге ұмытпаңыздар. Жарай ма? Және де комментарийға өздеріңізді жақсы көретін бургер түрін жазуға да ұмытпаңдар. Ақан, сен жақсы көретін бургерің қандай? Чикен бургер. Чикен бургер ма? Өте дәмді екен. Жарай достар, олай болса достар, дәл қазір сіздермен үлкен бургер жасайтын боламыз. Ал үлкен бургерге міндетті түрде барлық да үлкен және көп болу керек, солай ма Ақан? Және ойын ойнаймыз соңында. Соңына дейін қараңыздар, соңында кім жылайды, кім күледі. Яғни Ақан қара ойыным мынандай. Қазір біз үлкен бургер жасаймыз ғой. Үлкен бургер енді реально вкусный болады, я прям чувствую, деді жатырмын. И не дейді, кішкентай бургер жасайтын боламыз. Сонда сулифа ойнаймыз. Кім ұтылады, ол кішкентай бургер жейді, ал кім ұтады, ол үлкен бургер жейтін болады. Ал достар, ол үшін бізге үлкен бургерге ең бастысы, ол әрине де қандай заттар керек екен, қазір Ақан айтып беретін болады. Қияр, қырықшақ. Қызылша ма? Қызанақ достар. Кетчуп. Бургерге арналған кетчуп. Және де ең бастысы осындай сыр. Так, достар, мінекей мен алып келген затым. Ол не деп ойлайсыңдар? Пакеттен көрініп тұр ма? Шөп. Шөп саған. Я, шөп қой, бірақ бұл бізде салатный листья. Бұл бургеріміз кішкене здоровый питание болу үшін алынған. Так, достар, және де ең басты ингредиент ол әрине де фарш. Яғни ол котлета. Сондықтан дәл қазір ең бірінші біз котлетаны жасаймыз. Котлетаны осындай нәрсеге дөңгелетіп жасаймыз да. Ең үлкен котлета жасаймыз. Өмірімізде өйткені ешқашанда ондай үлкен котлета жасап көрген жоқпыз. Содан кейін мынаны барлығын ақырындап кесіп дайындай береміз. Олай болса, кеттік! Бұрыш, шамалы бұрыш, тұз. Қазір мен енді бұны қолмен жасайтын боламын. Қолым таза, алдын ала жуып алдым. Жоқ, Қолым таза. таза емес қой. Ақан енді кішкене менің хейтерім болып отыр, ренжімеңіздер. Таза емес қой дегенің қалай кетті Ақан? Хейтер года болай деп жатсың ғой, команда. Ой, достар, котлета үлкен болу керек. Өздерің білесіңдер, толщинасы қандай болса, өздерің білесіңдер. Достар, Ақан қолын жуға кетті, өйткені ол қазір мына жерге келіп үстіне масақ. Енді бір нәрсе істеу керек қой, үстіне не істеу керек ба? Ақан қолыңды жудың ба? Я. Так, қазір сен, мен мұнда салат, дөңгелек жасаймыз екеуміз. Дәм көрейші. Батырма мен штеп. Мүсіреттің қасында жүрміз ғой десен, е? Кеттік әрі қарай. Тұзды көп салған сияқтымыз, жететін сияқты. Енді біз қазір дөңгелек жасайтын боламыз. Окей, дайын болды. Енді ең бастысы бізге әдемі форма жасау. Немелеге оны ұрғатсың, еттің үстінен ұрасың ғой. Жұмсарт былай. Ақырын бүйтіп жұмсартасың. Я. О, молодец, жарайсың. Білеші бұл. Алма кетті домала көше бойы. Так, енді бұл осылай жасап аламыз да. Так, осылай. Достар, неке осындай пергамент немесе бумагаға жасасаңдар да болады. Мамаларынан сұрайсыңдар енді. Негізі бұны өздерін жалғыз жасамаңыздар. Өздерін көріп тұрсыңдар, бәрін Ақан менімен бірге жасайды. Өздерін, ойбай, мен қазір повар болып үлкен бургер жасауға баратырмын, мама деп. Деді команда. Ай, молодец, Ақан. Так, достар, енді қазір біз Ақан екеуміз оны духовкаға салатын боламыз, е, Күлёка? Олай болса кеттік духовканы ашасын, сен маған көмектес. Жүр. Телефонға түр.
Так, достар, біздің котлетамыз дайын болуына 5 минуттай уақыт қалды. Оған дейін біз қызанағымызды жақсылап бір турап қояйық, дайындап қояйық, иә, қан? Қан, давай әңгіме ете, маған күшті бір нәрсе айтшы маған. Достар, айтпақшы, айтыңыздаршы, сіздер қандай бургерді ұнатасыңдар? Міндетті түрде комментарий жазыңдар. Маған чикен бургер. Да. А маған ұнайды тоже чикен бургер Макдональдстан и Бургер Кингтің бургерлары ұнайды. Ыстық котлетаның үстіне сырды қоямыз, еріп тұрады ғана кәдімгідей. Давай қан өлең айтамыз. Ага, листьялар саласын келе ғой. Ал, достар, біздің котлет дайын болды. Мінеки кішкентай мини-бургердің тестосы, яғни наны, және үлкен бургердің наны дайын болды. Қазір бірінші біз мына жерге және ана кішкентайына біз кетчуптар жағамыз. Интересно, ақан сен кішкентайын жейтін сияқтысың ғой. Ух ты, достар, қараңыздар ешқандай. Қияғы. Сосын оны қазір жағатын боламыз. Достар, мен жағайын. Қия бер ақан. Вай, достар! Жемеген де арманда, жеген де арманда болайын деп отыр ғой бүгін. Интеллигентный адамдармыз, ақан екеміз. Я, сіз деп сөйлейміз бір-бірімізге. Болды, жетеді ақан мырза. Әкеліңіз, крышканы жабайық. Ош, кетчуп. Бұл бізде чили, достар. Көп емес, чуть-чуть жетеді ақан. Болды, акуленте. Молодец. Өзінің бургеріне жағып қой. Өзінің бургері Я думаю. Өзінің бургерінді тоже ойлап қойшы арасында. Менің бургерім не істеп отыр деп. Болды ақан. Жетеді? Кішкене. Өзіңіз бургеріңіз жаныңызға алып алыңыз. Енді мына салат өңізді. Қанды құрттың ғой. Оны жақпай қосын, итті жағылып тұрған. Бургеріне. Мынау менің бургерім. Котлет ал келе. Ақан не істеп жатсың, қойып қой. Достар, қараңыздар қалай кішірейіп қалды. Майының бәрі шықты, сондықтан бұл ПП бургер. Қазір үстіне салатын болады. Кетпей. Давай сен мына жағынан. Мынау чикен бургер. Достар, неке қараңыздар, мына Ақанның бургеріне деп қой. Оны айтамын, достар, бұл кішкентай бургер. Пока мынау ыстық болып тұрған кезде мен үстіне сырларын қойып алайын. Сосын қияр мен помидорды қоятын боламыз. Вай. Каракулёка ТВ. Биг бургер болып жатыр қой. Мына ақбота бургер. Ал, достар, мінеке соңғы 2 сырочек. Ақан, ана кішкентайға кішкене кесіп үстіне қоя сал. Ердің ақараңыздар қандай күшті. Ақбота бургер, ақан бургер. Ақан қоймайды екен, приколист кәдімгідей. Қазір көреміз. Мен үлкендене салайын. Көп салмай қояйық, достар. Все-таки правильный питание дамыз ғой. Огурцы, наоборот, көп болу керек. Бірақ бізде и так-то помидор бар, қараңыздар. Вай, достар, манау неткен мощный бургер болған деп жатыр. KFC-ді қайтеміз, Бургер Кингті қайтеміз. Так, достар, енді крышкасын жасаймыз. Айтпақшы, достар, егер де мен бургерні ашсам, менің бургерімді жеуге келетін беріңдер. Естественно, бұндай биг бургер болады нет ішінде. Кулёка бургер болады, боталёки десене. Ал, достар, біз қазір кішкентай үлкен бургердің үстін жабатын боламыз. Кеттік. Нағарамызда биг бургер деген осындай болды. Биг бургер, ақан. Кішкентай бургер, ең қызығы қазір басталады. Достар, қараңыздар, қаншама пайдалы ішінде тамақ, котлет, өз қолымыздан жасаған котлет. Достар, қандай ауыр ма, кәдімгідей қараңыз. Соғы деген ағып жатыр, ол кәдімгі. Мынаны қалай жейсіз қазір, ақан? Саған неге алдың? Тулипа! Ура!
өзінің дәмін көре берші. Қалай екені? Ой, достар, мен мынаны қалай жеймін? Достар, қандай дәмді. Ақан, жылама, әрісі бер ақалды. Достар, кеттік, асымайыр кетеді мына жерде. Сендер үшін. Иісі бір кетті ғой. Дәмін барды ма? Күшті екен. Достар, Рахмет. ванильный. Ух ты! Мына вообще қандай күшті шығар. Бұл манго. Ал достар, олай болса видеоға лайк басып, бізге тіркелуге ұмытпаңыздар. Олай болса мен кеттім. Маған ас болсын. Ақанға беріңші деп комментарий жазсаңдар беремін. Пока-пока. Достар, видео лайк басып, бізге тіркелуге ұмытпаңыздар. Бәріне пока-пока!